Барлығына сәлем. Бұл видеода мен жалпы проб компания дегеніміз не и проб компаниядан қалай біз под управление экзаменге немесе осындай депозиттер ала аламыз, соны жалпы түсіндіріп беретін боламын, шаг-шагымен барлығын үйрететін боламын. Жалпы бізде проб компания деген бұл инвесторларға ақша бөлетін компаниялар, яғни олар біздерге определен сумманы под управление береді. И ол управление бергеннен соң біз ол жақтан алған прибыльді 80-20 бөлісетін боламыз. Енді әр проб компанияда условия әртүрлі, но в основном 80-20 ол жақтан сіздер бөлісесіздер. Жалпы олардан өту үшін де экзамен управлениеге ақша алу үшін сіздер экзамен өтесіздер. Экзамен деген олардың условияларын сіздер орындап берулеріңіз керек. Яғни ол экзамен дегеніміз не? Басында сіздерге бірінші демо счет беріледі. Сол демо счетпен сіздер жаңағыдай плюсиктер жасап, сол плюсик жасаған сумманы одан соң өздеріңіз трейдер екенін дәлелдегеннен кейін барып жалпы ала аласыздар. Бұл бізде Funded Next дейтін проб компания. Жалпы негізі проб компаниялар түрлері көп. Давайте осы Funded Next туралы түсіндіріп кетейін. Жалпы ең бірінші сіздерде ссылка арқылы өткеннен соң осындай экран ашылады. Мысалы, давайте Funded Next проб компаниясына кірейік. Так. Енді жалпы басына регистрация өтесіздер, одан кейін регистрация өткеннен кейін, мысалы мына жерде любой проб компанияда Start Challenge деген болады. Яғни уже челленджді бастау деген. Осыны басасыздар, Start Challenge-ді басамыз и қараңыздар. Бұл жерде бізде әртүрлі жаңағыдай условиясы бар счеттарды алсақ болады. Two step деген екі этапты экзамен. Seller Light деген бар. Негізі осынысы более дұрыстау и арзандау. Мынау мен мынаның разницасы, мына жақта бізде сәл қымбаттау, бірақ бізде дневной лимиткалардың проценті аз. То есть дневной лимиткалардың проценті 5%. Ал мына жақта 4%. Разницасы сол жерде ғана. Но енді осын ала берген дұрыс. $60, мынау получается 119 почти, $10 000 жоқ ол жерде еще. Вот, мынау самый стандартный осы. Бұл жерде сіздер не жасайсыздар? Ең бірінші экзамен екі этаптан тұрады. Бірінші этапта сіздерге $10 000 өтірік счет беріледі. Мысалы $10 000, $5 000 сіздердің таңдаған счеттарыңызға байланысты. Допустим, $10 000 счет алдық дейілік. Сіздер бірінші профит таргет, яғни бірінші этаптың экзаменіне 8% жасауларыңыз керек. 8% дегеніміз бұл $10 000-ға $700 деген сөз. Яғни $700 плюсик жасасаңыздар $10 000-дің үстіне. Сіздер бірінші этапты өттіңіздер, құттықтаймын. Және одан соң бірінші этап өткеннен соң тағы да новый аккаунттың данылар беріледі. Ол жерде сіздер енді 4% қана жасайсыздар. 4%, яғни уже 2 есе аз жасайсыздар. То есть $10 000 счет болса $400. При этом сіздер максимальный лосқа түсіп қалмауыңыз керек. Яғни максимальный сіздер $10 000-дан 8% жоғалтпауларыңыз керек. Бұл деген $700, мысалы $10 000-ға ше, $5 000-ға $400. Яғни сіздердің аккаунттарыңыз $9200-ға түсіп қалса, $700 минус сіздер уже экзаменді өте алмадыңыздар, сіздер жоғалтасыздар, мына $60 төлеген челлендждің ақшасы кетіп қалады. Максимум соны жоғалтасыздар, $10 000 ештеңе қайтармайсыздар. И тағы да day loss limit дегеніміз бұл бір күндік лимит, яғни бір күнде сіздер $400, 4% жоғалтпауларыңыз керек. Яғни бір күннің ішінде $10 000-дан $9600-ға түсіп қалмауларыңыз керек. Вот. News trading, яғни жаңалық кезінде торговать етуге рұқсат етілген. Яғни сіздер сделка ашып қойдыңыз, жаңалық кезінде сіз байқамай қалдыңыз, плюсикпен жаңалықпен жауап берді, и сіздерде ештеңе нарушение болмайды. Енді сіздер яғни 95%-ке дейін ақшаларыңызды, плюстарыңызды сіздер алсаңыздар болады. Енді басына 80%, одан кейін дальше сіздердің жұмыс жасағандарыңызға байланысты 95%-ке дейін көбейтіп береді. Яғни $1000 плюс жасадыңыз, $950 сіздікі, $50 проб компанияға бересіз деген жоқ. Минимум трейдинг дейс, яғни кемінде 5 күн торговать етулеріңіз керек. Көп адамдар осыны шатастырады, 5 күннің ішінде өтуің керек пе деген. Жоқ, олай емес. Жалпы кемінде 5 күн, просто бір күннің ішінде экзамен өтіп тастауға болмайды деген сөз болды. Бірінші выплата 21 күннен соң, яғни сіздер екі этапты өттіңіздер, новый $10 000 реал счет берді, и бірінші сделка ашылғаннан соң ғана 21 күннен кейін бірінші выводқа жібере аласыздар, яғни бұл сіздер ақшаңызды жинап бірақ жібересіз. Яғни мына ақшалар сіздерге қайтарылады, яғни экзаменді успешно өтсеңіз $59 қайтарып береді. Вот, алу үшін просто get plan дегенді басасыздар. Мына жерде MetaTrader 5 таңдаймыз, дәл осылай тұрады, просто астындағы мына галочканы басып get started дегенді басасыздар. Мына жерде енді қараңыздар, біз картамен толтыра аламыз, криптамен. Енді карта самый дұрысы. Вот карта дегенді басасыздар. Карта дегенді басқаннан соң, вот мына жерге сіздер даныларыңызды жазып шығасыздар. First name, атыңыз, фамилияңыз, адресіңіз, қалаңыздағы индекс почты,
номер телефона, туған күніңіз, картаңыздың номері, картаңыздың алдындағы цифрасы, датасы и артындағы CVV коды и карта кімнің атында, мысалы картаның алдындағы номер. Мынаны басасыздар да P дегенде басасыздар. Бұдан алдын сіздер жалпы картаңыздағы оплата в интернете ашып қоюларыңыз керек. Енді мына жерді мен қазір түсірмеймін, себебі мен қазір данныйларым жазылады, одан соң оплата жасап болған соң түсіретін боламын. Достар, бізде оплата сәтті өтті, төледік. Жалпы мына жерде біздің данныйымыз келіп тұр, дэшборд дегенді бассам болады. Немесе мен мына жерде өзімнің почтама кірем. И бұл почтама маған данныйлар келеді. Мысалы Funded Next, міне congratulation деп келді. Осы жерде менің аккаунтымның данныйлары, яғни мен оны метабиске қосам да, жалпы торговать ете берем. Мына жерде менде дэшборд деген жерде мен қарап отыра аламын. Осы аккаунт деген жерде мен аккаунтымның дэшборд, яғни осының қандай плюс тұр, қанша минус тұр, қанша қалды жетуге осыны қараймын. Мына данныйымды мен қазір барам да просто метабиске қосып аламын. Мен просто мынаны көрсете алмаймын қазір сіздерге үшін. Жалпы осы жерде мен осы данныйларды қосып алып сауда жасай берем. Вот бізде өте оңай, достар. Жаңа условиясын барлығын айттым. Аккаунтыңыздың данныйларын осы Funded Next сайтында дэшборд деген жерде аккаунт дэшбордтан қарап отырсаңыздар болады. Егер кірмей жатса, сіздер VPN қосып алуларыңыз керек телефондарыңызға.